Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен көріп тұрғандай өте жұмсақ, ауызда ерейтін, оқтаусыз, сливкисіз үйдегі бар қарапайым азық-түлікпен жасалатын медовик тортын әзірлейтін боламыз. Мен де мұнда көріп тұрғандарыңыздай тортты мен сразу жасап кесіп жатырмын. Яғни торттың сіңуіне тоңазытқышқа негізі кем дегенде 2-3 сағатқа қою керек. Мен оны қоймай сразу кесіп көрсетіп жатырмын. Соның өзіне креміміз сіңіп, сондай үлпілдек болып тұр. Видеоны соңына дейін қараңыздар, қандай жаңағы құпиясы бар екенін барлығын айтатын боламын. Алдымен асты қалыңдау тостақ аламыз. Отымызды баяу жаңағы жаққышына қойып, медімізді қасықтың көмегімен ертіп аламыз. Үстінен ас содасын салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Бізде осындай масса болады, яғни медіміз осылай көпіріп шығады. Тоқтамай араластырамыз. Осы кезде бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Осы жаңағы балдың, ас содасы және осы сары майымыз барлығын жақсылап араластырып отқанда біздің жаңағы осылай көпіршіп түсі өзгереді. Одан кейін бірден отты сөндіріп суытып аламыз. Суыған соң үлкендеу ыдысымызға салып қант саламыз. Жақсылап қасықпен, болмаса венчикпен араластырып, алдын ала жұмыртқаға жарып ыдысқа салып қойған болатын. Сол жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала илекштен өткізілген ұнымызды 2 бөліп алып салып, жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Бізде қамыр сұйық болмаса қою болмайды, осындай болады. Және мен сіздерге айта кететін, поклан деген осындай пергамент қағазын қолданыңыздар. Бұл тек қана медовик торт емес, басқа да торттар, неше түрлі жаңағы тәттілер пісіретін болсаңыз жабыспайды. Және сіздерге айта кететін жаңағы лайфхакым, бұны бір жасасаңыз, мысалға бір торт жасасаңыз 4-5 мәрте жасауға жаңағы қолайлы. Менде мұнда жаңағы формамен арнайы шеңбер етіп ойып алдым. Әр жаңағы ойған жаңағы неме 2 қасықтан құйып шықты. Менде 6 корж шықты. Осылай бірдей етіп жаңағы салып шықтым. Қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп алдым. Әр коржды піскен-піспегенін зубочистканың көмегімен білеміз. Егер құрғақ болса, ол онда піскен. Осындай арнайы сеткаға қойып, корждарымды жаңағы суытуға қойдым. Менде мұнда көріп тұрғандарыңыздай бағанағы поклан деген пергамент қағазын тағы да 2-ші мәрте қолданып жатырмын. Кәдімгідей жаңағы 2-3 мәрте, даже 3-4 мәрте жасауға жаңағы шыдас береді. Сондай несі, сапасы өте жақсы. Және де мен осында кальций арқылы корждарымды бірдей етіп кестім. Сіздер жаңағы егер бұнда кальций болмаса, тәрелкенің көмегімен жасасаңыздар болады. Және қалған жаңағы нелерін осындай блендердің көмегімен ұнтақтап алдым. Сіздер егер блендер болмаса ерінсеңіздер, оқтаумен жаңағы езіп алсаңыздар болады. Кремін айта кететін маңызды жайт, сливки, болмаса басқа да қайнатпалы кремнің керек жоқ. Бар болғаны 25% жаңағы қаймақ дүкеннің және сгущенка. Осы екеуін жақсылап қосып араластырып аламыз. Және тәрелкемізге аздап кремімізді жағамызда. Осылай молынан жаңағы кремімізді құямыз. Қорықпаңыздар, молынан құя беріңіздер. Бұл корж сразу жаңағы тартып алады. Мен осындай кальций арқылы істеген жақсы көремін, себебі бірдей болады.
қорықпайсың жаңа қисайып кетеді деп. Осы кальцияны қойып істедім. Егер сіздерде кальция болмаса, жай ғана бірінің үстінен бірін қойып жасай берсеңіздер де болады. Корждар осындай нәзік болады. Және кремді молынан жағып, үстінен қойып шығамыз. Менде мұнда ең соңғы коржымды қойдым. Негізі тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа қойып алыңыздар. Мен жарты сағатқа қойдым. Жарты сағатта болған жоқ. Сразу уже жаңағы кремнің бағанағы үгіткен корждарымды шетіне қойып, тортымды әрлеп, қалауларыңызша әрлесеңіздер де болады. Мен жаңағы ортасын кішкене ашық етіп әрлеймін, және құлпынаймен әсемдейтін боламын. Егер сіздер басқа да жеміс жидектермен, басқа да тәттілермен әрлесеңіздер болады. Өте дәмді, керемет балды торт. Жасап көріңіздер, достар. Көріп тұрғандарыңыздай осындай шағын ғана торт болды. Егер сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және де арнамда түрлі тағамдардың өте рецепттері көп. Сіздерге рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.